Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын тақырыбын болжап көрейік. Олай болса, мына бейне суретке қарайықшы, біз не көріп тұрмыз? Және сұраққа жауап берейік. Адамдардың бәрі қызығады, су құймаса, сәні бұзылады. Ол не? Әрине, ол гүл. Олай болса, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гүлдер. Біз дала гүлдерімен және үй гүлдерімен танысамыз. Гүлдер біздің бөлмемізді тек әдемі етіп қоймайды, оған көрік беріп, үйдің ауасын тазартады. Бізге қуаныш сыйлайды, көңіліміз көтеріледі. Ендеше балалар, сабағымызды бастайық. Бүгін сабақта жұмбақ шешуді, сандарды есте сақтауды үйренеміз. Жаңа сөздермен танысайық. Шипа болу, жаңбыр жауды, гүлге қонды, түймедақ. Балалар, тағы бір рет оқимын, мұқият тыңдаймыз. Шипа болу, жаңбыр жауды, гүлге қонды, түймедақ. Енді сөздермен сөз тіркестен сөйлемдер құрастыруды үйренейік. Мына суретке мұқият қарайық. Бұл суреттен біз қандай гүлдерді көріп тұрмыз? Әрине, бұл түймедақ гүлдері. Және далада жаңбыр жауып тұр. Гүлге көбелек қонып тұр. Олай болса, осы суретке қарап отырып, сөйлемдер құрастырайық. Гүлдердің емдік қасиеті бар. Олай болса, гүлдер денсаулыққа шипа болады. Таңертең жаңбыр жауды, көбелек гүлге қонды, түймедақ әдемі гүл. Грамматика. Оқушылар мұқият тыңдаймыз және жаттап аламыз. Зат есім, заттың ұғымын, атын білдіретін сөздер. Және ол кім, кімдер, не, нелер деген сұраққа жауап береді. Мысалы, далада түймедақ өседі. Далада не өседі? Түймедақ өседі. Далада қызғалдақ өседі. Далада не өседі? Қызғалдақ өседі. Қызғалдақ зат есім, өйткені не деген сұраққа жауап береді. Келесі біздің тапсырма, бірінші тапсырма. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Сұрақтарға жауап бер. Гүлдер өте әдемі. Олар бөлме гүлдері және дала гүлдері болып екіге бөлінеді. Түймедақ далада өсетін гүл. Ол түрлі ауруларға шипа болады. Менің бөлмемде алоэ өседі. Мен оған су құямын. Тамаша. Енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Гүлдердің қандай түрлері бар? Әрине, ол бөлме гүлдері және дала гүлдері болып екіге бөлінеді. Түймедақ қандай гүл? Түймедақ далада өсетін гүл. Ол түрлі ауруларға шипа болады. Сен қандай бөлме гүлдерін білесің? Бұл сұраққа оқушылар өзіміз жауап беріп көрейік. Келесі тапсырма айтылым. Жұмбақты шеш, жаттап ал. Ұшып жүрген гүл көрдім, қонғанда ұстап үлгердім. Бұл не? Гүлге не қонады? Әрине, көбелек. Үшінші тапсырма. Оқы, сұрақтарға жауап бер. Ертеде бір қызғалдақ өмір сүріпті. Ол далада жалғыз өсіпті. Оның достары жоқ екен. Бір күні жаңбыр жауады. Қызғалдақ су болады. Артынша күн шығады. Қызғалдақ қуанып билейді. Содан оның дәндері жерге түседі.
Келесі жылы сол жерге гүлдер өсіп шығады. Қызғалдақ оларды көріп, қуанады. Енді оның достары көп. Қандай тамаша. Ертегі не туралы? Ертегі қызғалдақ гүлі туралы. Қызғалдақ неге қуанды? Қызғалдақтың енді достары көп. Үй жұмысы 71-ші бет 4-ші тапсырма. Заттың санын білдіретін сөздер бар сөйлемдерді көшіріп жаз. Сабағымыздың соңында кері байланыс берейік. Сабақта саған не ұнады? Сабақ бойынша пікірім бар, досыммен бөлісе аламын. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Олай болса, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.